Достар, сіздермен бірге екі үзілді. Бұл видеода біз шаштың түсу себептерін бірге талқылайтын боламыз. Әрине, көрермендер сұранысы бойынша алдыңғы видеода мен шығарған болатын, өзім шаштың қалпына келтірдім ғой. Сонымен қатар ойық пайда болды, сол туралы видеолар белгі бір нәтиже көрсетті. Сондықтан бұл тақырыпты қайтадан қозғауға бел будым. Сонымен кеттік, бірге бастайық. Сонымен достар, шаштың түсу себептеріне келетін болсақ, шаштың түсу себептері өте көп. Мысалы, витаминдер жетіспеуінен болуы мүмкін, сонымен қатар стресс дейді, сол сияқты. Әсіресе шаш түсу өте жаман көрінеді. Ешқашан шыға алмайсың, кәдімгідей самасың екен түсіп кетеді. Енді адамға байланысты, енді көбінесе әсіресе қыз балдарға сондай болса өте жаман көрінеді. Енді алдын алу болады. Маған алдын шаштар болған кезде мен түсіп бастаған шашым ойық болып, сол кезде айтқан маған кәдімгідей бауырым, шашың неғыл ертең болып түсіп қалады деді маған үлкен болып. Сосын мен тыңдамадым. Кейін одан келе бір ай екі ай өткеннен кейін үш жерден бірден түсіп қалды, кәдімгідей көрініп қалды үш жерден түсті шашым. Сол нәрсе болмас үшін алдын алуға болады. Ондай үлкен көлемде түспей жатып алдын ала ем қабылдау дұрыс болады деп шешемін. Сонымен енді шашының себептеріне келетін болсақ, ең бірінші витаминдер жетіспеуінен шашын жиі түсіп бастайды. Ал мен айтып отқан шашын ойық түсуі емес, шашын жиі түсуі, мысалы 100-200 шашынан қылдар көп түсіп бастайды сол кезде. Енді темір жетіспеуі, белгілі витаминдер, витамин В, Д, сол сияқты құрамында бар витаминдер тағамдарды жемеуден шаш түседі. Сонымен қатар бұл бірінші себеп, екінші себеп әрине стресс дейді, уайым, қайғы көп болғандықтан шаш түседі. Ол тек қана жиі түспейді, бір-екі тал болып бірден ойық болып кетіп қалады. Мен бір танысымда шашы кәдімгідей алда ойып қалған, көп стресс, көп уайымнан солай болады. Сонымен қатар енді кейбір адамдар түнде жұмыс істейтін, мысалы күні жұмыс істеп жүріп, түнбесі миыңға шығып кетеді ғой. Солай ауыстырып, сондай жағдайда шаштар түсіп бастайды. Тағы бір себеп бұл жерде дұрыс тамақтанбау, дәнді дақылдар жемеуде, мысалы маш, күріш сияқты тағамдар бар ғой. Сонымен қатар горох сияқты белгілі бір тағамдарды аз мөлшерде қолдануы сол шаштың түсуіне алып келеді. Сонымен бұрын болғанда бізде карантинде эпидемия болды ғой, коронавирустан ауырған екі рет ауырған адамдарда сондай шаш түсу байқалды. Шаштың түсуі, жиі түсуі, сонымен қатар жүкті болған әйелдерде екі айдан кейін шаш түсе бастайды, жүкті болған әйелдерде. Үй жағдайда емделудің тәсілдерін айтып көрейік. Мен өзім істеген чеснок дейді, чеснокты жағып, сол түскен жаққа қойсақ, жақсы шағадан нәтижесін береді дейді. Бірақ мен өзім қолдандым, маған нәтижесін бере қоймады. Сондықтан мен витаминдерді ішсем, кәдімгідей өзі жағатын арнайы арналған мазаларды жақтым бердім. Сонымен достар, біз видеоның соңына келіп қалдық. Егер сіздің тәжірибелеріңіз болса, шаш түсуіне қарсы өз білімдеріңізді бөліссеңіз болды, комментарийға әрине біз разы боламыз. Егер дәрі аттарын білетін болсаңыз, сонымен қатар қандай да бір емшілерді емделсеңіз, жазып кетіңіздер, бөлісіңіз білімдеріңізбен. Сонымен каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсы сау болыңыздар.